Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айдана. Бүгін өте керемет, сондай дәмді және де оңай жасалатын гүлханым. Яғни мантаваркада емес, табада жасалатын гүлханымдарымызды жасайтын боламыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Қамырын жасап алу үшін бізге бір жұмыртқа, жылы су және де тұз қажет болады. Жақсылап жұмсақ емес, орташа деңгейдегі қамырымызды илеп аламыз. Оны жақсылап үйі қанғанша басып, бұқтырып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз бұққанша біз салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге пияз керек, жақсылап кубиктап майдалап турап аламыз. Және де картоп фаршымыз керек болады. Салмасына қанша пияз, картоп және де фарш кеткенін мен описание бөліміне жазып кетемін. Міндетті түрде описание бөлімінен қарап алуларыңызға болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай дәмді және де оңай жасалады. Яғни біз мантаваркамызды шығарып, оны 45 минут суға қойып қайнатып жатпай, тез-тез уақыт үнемдеу үшін жасасаңыздар, сондай күшті болып шығады. Дәл осылай салмасын дайындап алғаннан кейін өздеріңізге ұнаған спец түрлерін қосуыңызға болады. Мен қара бұрыш, тұз және де приправаның бір түрін қостым. Енді біз табада қуыруға бізге қажетті жоғымызды турап аламыз. Оны өз қалауларыңыз бойынша турауға болады. Мен қатты үлкен қылмай, орташа қылып турап алдым. Одан соң картоптарымды ирек-ирек қылып турадым, себебі әдемі көрініп тұрсын деп. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша, өз фантазияларыңызбен әдемі қылып турасаңыздар, сондай әдемі керемет болып шығады. Енді бұл жерде келесі кезекте сәбізді де дәл осылай ирелетіп турап шықтым. Енді дайын болған қамырымды 4 бөлікке бөлдім. Бір бөлігін алып жайдым. Дәл мантыға жайғандай жұқа етіп жаясыздар. Одан соң ұзыншақ етіп кесіп шығамыз. Әркім өз қалауы бойынша жіңішке қылып та жасауға болады, бірақ мен үлкен-үлкен қылып жасадым. Уақытымды үнемдеу үшін ортасына салмасын салып, бір-біріне беттестіріп, әдемі раушан гүлдерімізді құрып шықтым. Яғни гүлдерге ұқсатып, сондай әдемі көрініс береді, достар. Және де аяқ асты қонақ келіп қалған кезде ұялмай алдына апара алатындай сондай керемет тағам түрі болып шығады. Және де үйдегілер де сүйсініп, ұнатып жейді. Енді табаға майымызды құйып, жаңа турап дайындап алған пиязымызды қуырып, оның үстіне сәбізімізді салып қуырып аламыз. Одан соң картопымызды салып қуырып, кішкене су құямыз. Мен мына жерде перец, яғни тәтті бұрыштар қосқан екенмін, бірақ видеода түспей қалыпты. Барлығын қуырып дайындап алғаннан кейін кішкене су құйып, гүлханымдарымызды саламыз да 45 минутқа жай отта бұқтырып қоямыз. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ас болсын.